Саламатсыздар, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен present continuous созылмалы осы шақпен танысатын боламыз. Жалпы present continuous ол дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Сондықтан ол созылмалы осы шақ деп айтылады. Яғни іс-әрекет қандай да бір уақытта басталып, әлі де жалғасып жатыр. Ендеше мен сіздерге формуласын жазайын. Subject, яғни бастауыш, plus am is are plus verb plus ing. Яғни бұл present continuous'тың формуласы. Жалпы бастауыштан кейін бізде міндетті түрде am, is, are, to be етістігі тұрады. Одан кейін verb, яғни негізгі етістік, және сол негізгі етістікке біз ing жалғау арқылы жасаймыз. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, мен үш кестеге бөліп қойдым. Affirmative, negative, interrogative, яғни болымды, болымсыз және сұраулы түрде қалай сөйлем құрастыруға болады. Present continuous'та мен сіздерге қазір соны көрсететін боламын. Мысалымызды жалғастырайық. Бірінші, бізде affirmative ол болымды. Болымды түрде бізде сөйлем қалай жасалады. Мысалы, мен кітап оқып отырмын. I'm reading a book. Яғни мен кітап оқып отырмын. Байқап тұрсаңыздар, I ол бізде subject, am to be, одан кейін read етістікке ing жалғанып тұр. I'm reading a book, мен кітап оқып отырмын. Келесі, ол жұмыс істеп жатыр. She's working. Ол жұмыс істеп жатыр. Яғни ол дәл қазір жұмыс істеп жатқандықтан біз также present continuous қолданамыз. She's working. Келесі, біз футбол ойнап жүрміз. We are playing football. Біз футбол ойнап жүрміз. We are playing football. Мысалы, олар кешкі ас ішіп жатыр. They are having dinner. Олар кешкі ас ішіп жатыр. Яғни present continuous осылай жасалады. Бұл бізде болымды түрі. Енді болымсыз түріне келейік. Дәл осы сөйлемді мен сіздерге қазір болымсыз түрге айналдырып көрсетемін. Яғни болымсыз бізге to be, am, is, are, to be не not жалғану арқылы жасалынады. Мысалы, мен кітап оқып жатқан жоқпын. I'm not reading a book. Мен кітап оқып жатқан жоқпын. I'm not reading a book. Немесе келесі, ол жұмыс істеп жатқан жоқ. She isn't working. Ол жұмыс істеп жатқан жоқ. Келесі, біз футбол ойнап жатқан жоқпыз. We aren't playing football. Біз футбол ойнап жатқан жоқпыз. Келесі, олар кешкі ас ішіп жатқан жоқ. They aren't having dinner. Олар кешкі ас ішіп жатқан жоқ. Яғни бұл болымсыз түрі, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Болымсыз түрі біз to be көмекші етістігіне ing жалғау арқылы жасаймыз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Болымсыз түрі, яғни to be етістігіне not жалғану арқылы жасалынады. Келесі бізде сұраулы түрі interrogative, яғни сұраулы сөйлем қалай жасалады. Сұраулы сөйлем алдымен to be арқылы жасалады. Яғни бағанадан бері қолданып отқан am, is, are, to be сөйлемнің басында тұрады. Сол арқылы бізде сөйлем сұраққа айналады. Мысалы, сен кітап оқып жатсың ба? Are you reading a book? Сен кітап оқып жатсың ба? Are you reading a book? Яғни сен жауап бересің, я, мен оқып жатырмын. Yes, I am.
Немесе болымсыз жауап беруге болады. Жоқ, мен оқып жатқан жоқпын. No, I'm not. Яғни мен кітап оқып жатқан жоқпын. No, I'm not. Келесі мысалға келейік. Ол жұмыс істеп жатыр ма? Is she working? Ол жұмыс істеп жатыр ма? Is she working? Жауап береміз. Ja, ол жұмыс жасап жатыр. Yes, she is. Немесе ол жұмыс істеп жатқан жоқ. No, she isn't. No, she isn't. Яғни жауап көріп тұрғандарыңыздай, жауап бізде қысқармайды, жауап бізде толық жазылады. Yes, she is. No, she isn't. Келесі. Біз футбол ойнап жатырмыз ба? Are we playing football? Are we playing football? Яғни жауап береміз. Ja, біз футбол ойнап жатырмыз. Yes, we are. Немесе сендер футбол ойнап жатсыңдар ма деп сұрауға да болады. Are you playing football? Мен дәл осы сөйлемді аударғым келді сіздерге түсінікті болу үшін. Are we playing football? Біз футбол ойнап жатырмыз ба? Ja, біз ойнап жатырмыз. Yes, we are. Немесе жоқ, біз ойнап жатқан жоқпыз. No, we aren't. No, we aren't. Келесі мысалға келейік. Олар кешкі ас ішіп жатыр ма? Are they having dinner? Олар кешкі ас ішіп жатыр ма? Are they having dinner? Жауап береміз. Ja, олар кешкі ас ішіп жатыр. Yes. Ja, олар кешкі ас ішіп жатыр. Жауап береміз. Yes, they are. Немесе жоқ дейтін болсақ. No, they aren't. No, they aren't. Жалпы мына сұрақты былай қоя салайық. No, they aren't. Жоқ, олар кешкі ас ішіп жатқан жоқ. Жалпы болымды, болымсыз, сұраулы сөйлем бізде present continuous'та осылай жасалады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі бізде present continuous'тың жалпы ing жалған кезде кейбір жағдайда өзгерістер болады, кейбір етістіктерде. Ол қандай өзгерістер? Яғни жазылуына сай біраз өзгерістер болады. Мен сіздерге қазір соны келесі кестеде көрсететін боламын. Енді мына кестеге қарап отырсаңыздар, spelling rules берілген, яғни жазылу түрі. Бірінші бізде қарасаңыздар, етістік read, cook, eat, watch. Біз ing жалғауын жалғаймыз, яғни ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Read, reading, cook, cooking, eat, eating, watch, watching. Жалғанып тұр. Жалғаулар байқап тұрсаңыздар. Мынау жалғаулар сіздерге бәрі түсінікті болып отыр деп ойлаймын. Мынау тұрған жалғаулар бізде өзгеріп тұр. Мүмкін мен сіздерге қазір былай белгілеп көрсетейін. Түсінікті болу үшін. Енді келесі кестеге келетін болсақ, келесі кестеде бізде етістіктер и, яғни magic и дейді, и жалғаумен аяқталып тұр. Яғни come, write, dance, have. Бұлар қалай жасалады? Біз ing жалғауын жалғаған кезде и түсіп қалады. Яғни coming, көріп тұрсаңыздар, writing, dancing, and having. Келесі үшінші кесте, бұл бізде бір дауысты, бір дауыссыз. Яғни мына жерде тұр, бір дауысты, бір дауыссыз run. You дауысты, n дауыссыз run. Жалғау жалған кезде соңғы дауыссыз екі еселенеді. Running. Және дәл сондай swim жалғанады. Swimming. Екі еселенеді. Дәл сондай sit, яғни I дауысты, T дауыссыз жалғау жалған кезде бізде өзгереді. Sitting.
яғни соңғы дауыссыз екі еселенеді. Егер етістік бір дауысты бір дауыссыздан аяқталатын болса, жалғау жалғаған кезде соңғы етістік екі еселенеді. Және соңғысы stop, stopping. Жалпы жазылу ережесі осындай. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қойсаңыздар тіптен керемет болады. Рахмет, сау болыңыз.